Ассалаумағалейкем, армысыздар, достар. Бес кіші айдың әңгімесін бастайық. Біздің отырар елді мекенінде көптеген жақсы артында сөз қалдырған, әңгіме қалдырып жүрген қазір кісілер көп. Шәуілдерден көп, сөздер шәуілдерден шыққан. Мен мақтанып айтып отқан жоқпын. Әрбір жерден шығады сөздер. Жақсы, қанатты сөздер, әзіл сөздер. Әрбір елдің өзінің әңгіме айтатын жақсы адамы бар. Бірақ мен өзім сол елдің тумасы болғаннан кейін сол жердің әңгімесін көп естігем. Сол естіген әңгімелерінен айтып отырайын. Сіздер де өз әңгімелеріңізбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздердің ауылдарыңызда да сондай кісілер болған шығар, бар шығар деген оймен. Отырар ауданы Сырдың бойында, қазір Көксарай елді мекенінде Башаров Шабдан деген көкеміз болған. Жарықтық, керемет, өте бір керемет кісі. Адам бәр адамға тек қана бір жақсылығы, шарапаты тиген ғана кісі. Қазіргі мынау Шымкентте сенбі жексенбі келіп ем дарытып, емдеп көп адамдарға шарапат тиіп жүрген, жақсылығы тиіп жүрген Дәулет деген емші кісі бар, көкеміз. Сол кісінің әкесі. Сол Шабдан көкеміз ауылда веттехник болған, ветеринарный аптеканың заведующий болған. Енді анда-санда ол кезде ол кісілер жас, анда-санда бәріміздің басымызда болатын нәрсе ғой. Ол кезде жаңағы 100 грамм деген кез келген жерде кездесе бермейтін кез, аз, сирек кездесетін кезі. Оның үстіне жаңағы сатуға арнайы уақыт қойып қоятын тұғын кеңес үкіметінің кезінде. Мысалы үшін кешкі 10-нан кейін ғана сатылатын магазиндер болатын, арнайы виноводочный магазин болатын. Кез келген жерде сатыла бермейтін. Арақ шарап деген қазіргідей әшейін бір 4 бұрышты 2-2 будканың ішінде арақ сатып отпайтын жұрт, вино сатып. Сол кезде Шабдан көкем достар кездесіп қалып, жаңағы ветаптекада таза спирт болады, 20 литрлік бутылдармен келетін. Содан кішкене тартып алып, таңға дейін, азанға дейін, азанның таң атып қалғанын байқамай қалған ғой дағылда әңгіменің ашығы. Таң сағат 5-5:30-дарда, 6-ларда үйіне қарай келе жатса, тура Асылбеков деген директор болған. Сол директордың бір есігінің алдынан 100 метр жерден өтетін жол болған. Сол жолмен қарай өтеді үйіне қарай. Өзі шаршап қалған адам басқа бір қисық жол таңдамайды ғой. Сол жолмен келе жатып, көліктердің калья дейді, екі ойылып қалған, жаңбырдан, қардан жерлай кезде ойылып қалған кальясы болады. Соның ортасына алып келе жатса, жаңағы қисайып кетіп келе жатқан ғой көкем. Қарап қалса Асылбеков азанмен шығып физрет жасап жүрген есігінің алдында, сыртта, баратаның сыртында. Содан қап, мына кісі менің байқап қоятын балдау деп, ол кезде қатал, заң қатал, жұмыстан шығарып, партиядан шығарып, иуын шығарып, қой бақтырып жүреді ол кезде Айдылаға. Содан көкем мазасы болмай, жақтырмай келе жатса, аяғына ортадағы сайдан кальяға қарай тайып кетіп, тізерлеп отырып қалған ғой. Отырып қалып, қолын жерге тіреп қалған кезде пресстің сымы қолына ілініп қалды. Пресстің сымы. Ол кезде бір пресс үшін соттап жіберетін заңдар болған. Прессті түсіруге болмайды, кім болсаң да. Ол кезде директор, жұмысшы, рабочий деген бөлінбейді. Кім ұсталды, сотталады. Содан Асылбековті қарап қалған, ана кісінің қисайғанын көріп, өзі үлкен кісі болған ғой, денелі, нән денелі кісі болған ғой. Екі иығына 2 кісі мінгендей кәдімгі. Шәкең сөз тапқыштығы ғой. Атаңа нәлет-ай, аспанмен жүрейін десең, электрдің сымы, жермен жүрейін десең, пресстің сымы. Сыртымнан көрген адам мынау Шабдан мас болып қапты деп ойлайтын болдау, ішіп апты деп ойлайтын болдау деп, қаттырақ ашуланған болып айқайлап, пресстің сымын Асылбековке қарай байқамаған болып, соған қарай лақтырып жатты. Пресстің сымы ысылдаған күйге Асылбековтің 5-6 метр жанына түсіпті. Сөйтіпті де Шәкең ары қарай тұрып, дым болмағандай кете берді.
азанда сағат 7:30-8-де неге жиналады барлығы. Директор жаңағы жиналыс өткізеді жұмыс күнінің басталуына. Шәкең мұздай болып келіп отыр дейді, жаңағы піскен айраннан ішіп алып, келіншегімнің тамағынан жеп алып, жылтпасынан жеп алып. Асылбекке қарап қояды дейді, біресе дейме екен, не болар екен, менің мәселемді қарап жүре ме екен мына жерде. Асылбек жарықтық үндемеді. Шәкең жаққа қарамапты. Сонда бір ауыз жаңағы тауып айтқан сөздің құдіретін қарасаңшы. Тауып айтқан сөздің. Совхоз директор Шәкеңе қарамаған. Өзінің жан жағында басқаларға ауысып, басқаларға жиналыс жасап, кеттік, жұмыстарың барыңдар бар деп шығып бара жатып айтады дейді, Шәке, сізді жұмысыңызға барыңыз деп. Сондай жігіттер. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Қазақ сөзге тұрған қазақ. Бірақ тауып айту керек, уақытын, айтатын жерін тауып айту керек. Ал жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады деген бар. Өзің тауып алатын сөздерді айтып қойып бәлеге ұшырап жүрмеңдер. Сіздер не ойлайсыздар? Жазыңыздар. Сіздердің де ауылдарыңызда осындай кісілер болған. Мен білем.